Алматы облысында орналасқан Сулейман Демирел атындағы университеттің студенттері күнде сабаққа шағын қоғамдық көлікпен келеді. Жолақы бағасы әдетте 80 теңге мен 150 теңгеге дейінгі аралықты құрайды. Маршруттық автобус іші тар, адам көп. Өздері әрең келген студенттер ноутбук, спорт киімдерінде тасып жүруге мәжбүр. Осыған наразы жастар көлікте жүру бағасының да ерекше қымбат екеніне назар аударды. Алматы қаласында студенттер қолдана алатын жеңілдік картасы Алматы облысында жұмыс істемейді. Сондықтан қаскелеңде оқитын студенттер қоғамдық көлік үшін Алматы жастарына қарағанда әлде қайда көп төлейді. Маршруттың бағасы қазіргі күнде 150 теңге. Бұл басқа университеттерге қарағанда 4 есе қымбат. Және маршруттың ішінде дискомфортлы, қиын, ішінде адамдар көп. Менің ойымша бізге автобус қойғаны дұрыс болатын еді. Мен шыққан уақытта көбіне маршрутканың іші тола болмайды. Если 6 деген секілді бір час пик уақытта шықпаса әрине толы болады, бірақ жалпы басқа уақыттарда маршрутка ыңғайлы десек болады, және бағасы да жалпы студенттерге қолжетімді. Маршруттың тарлығына қоса, нөпір адам жиналғанда пайда болатын жағымсыз иіске шыдай алмайтын кейбір студенттер таксимен жүруді жөн көреді. Мен өзім негізі таксимен жүруді жөн көремін. Неге? Себебі қазіргі маршруткалар өте ыңғайсыз. Пассажирларға ешқандай жағдай жасалмаған. Жасалса да студенттерді олар қарастырмайды десек те болады. Жақында нақты KZ Instagram парақшасында СДУ университетінің студенттерін қоғамдық көлікпен қамтамасыз ету жайлы мәселе қозғалды. Атап айтқанда, Қарасай ауданының әкімі Жасұлан Тоққожаұлы, Алматы қаласы қалалық ұтқырлық басқармасының басшысы Ғани Мұрзахановпен келіссөздер жүргізді. Маршруттың әлеуметтік маңызы бар бағыттардың тізіміне қосу мәселесі Алматы қаласы мәслихатының алдыңғы сессияларының бірінде қаралатын болады. Мақұлданса, осы айдың соңына дейін іске қосылады. Бүгін бейсенбі, қазір сағат 17:30. Студенттер үшін нағыз қарбалас уақыты, яғни шағын қоғамдық көліктер жолаушыларға толы. Таксистер де осы жағдайды пайдаланып, жолақы бағасын көтермелеп қояды. Бұған дейін айтылғандай, осы мәселенің шешімі қараша айының соңында ғана белгілі болады. Студенттер осы мәселе олар үшін жақсы шешіледі деген үмітте. Нигара Джиндиева, Алматы облысы.